Бүгінгі біздің тақырыбымызды анықтап алу үшін тақтаға назар аударайық. Қанекей мұқият зер салып қарайық де балалар. Балалар, тақтадан біз не көрдік балалар? Шеңдер, иә? Ал балалар, үшбұрыш қандай заттан алыспайды екен? Үйдің шатырына ұқсайды екен сосын? Пиццаға ұқсайды екен сосын? Сэндвичке ұқсайды екен сосын? Құлпынайға ұқсайды сосын балалар? Тағы неге ұқсайды? Торғайдың? Тұмсығына ұқсайды екен. Сосын үтіктің басшағына ұқсайды екен, е? Ал енді балалар. Шеңбер ше? Күнге ұқсайды. Жоқ. Машиненің дөңгелегіне, сосын қақпаққа, сосын алмаға ұқсайды. Планетаға ұқсайды, дұрыс айтасыңдар. Сосын қандай ішінде көрдік біз тақтадан? Айтамыз? Жұлдыз. 5 жұлдыз көрдік, е? 5 жұлдыз қандай заттарға ұқсайды екен? Нелерге ұқсайды екен? 5 жұлдыз. Аспандағы жұлдызға, сосын
деген, иә, теңіз жұлдызына. Сосын қарға ұқсайды. Иә, қарға ұқсайды екен, жауған қардың. Енді сосын тағы қандай пішін көрдік біз балалар? Төртбұрыш көрдік, иә? Төртбұрыш көрдік, сопақша көрдік. Сосын шаршы көрдік, иә? Төрт қапталы бірдей шаршыны да көрдік. Сосын қандай пішінді көрдік? Домалақты айттық. Ал сопақша неге ұқсайды екен балалар? Жоқ, ол шаршы жастыққа ұқсайды екен, иә? Шаршы жастыққа ұқсайды екен. Сосын не бананға ұқсайды? Сопақша ма? Иә. Сопақша бананға ұқсайды. Сосын ойланамыз, тақыда не көргенімізді білеміз ба? Алмұртқа ұқсайды. Сосын тағы неге ұқсайды екен, айтамыз? Ал төртбұрыш неге ұқсайды екен? Ол біздің тақтамызға ұқсайды екен, төртбұрыш. Біздің мына тақтамызға ұқсайды. Телефонға, кітапқа, есікке, терезеге, ал теледидарға ұқсайды екен. Сосын телефонға ма? Сөмкеге. Ноутбуктың қабына ұқсайды, иә? Сосын картаға ұқсайды екен. Дұрыс. Тағы қандай пішін алып бізде? Өзіне де ұқсайды, дұрыс айтасыңдар. Ноутбуктың өзіне де ұқсайды екен, иә? Ал сосын қандай пішіндер болды? Айттық, сопақшаны айттық, иә? Сосын шаршыны айттық. Ал балалар, енді мен сендермен ойын ойнағым келіп тұр. Бүгінгі пішіндерге байланысты ойын ойнағым келіп тұр. Мінекей, мына жерде нені суреттерін көріп тұрмыз балалар? Сосын жемістер және көкөністерді көріп тұрмыз. Ал сосын тағы не көріп тұрмыз балалар біз? Пішіндерді көріп тұрмыз. Бұл балалар пішініне сай көкөністер мен жемістерді орналастыр деп аталынады балалар. Ал енді балалар, осы тапсырмаға мен мына топты шығарғым келіп отыр, иә? Ал келе ғой Айша. Қарбыз қандай пішінге ұқсайды, Айша? Домалаққа. Ал қарбызды жерде ғой. Ой, жарайсың. Айша, керемет. Ал екінші маған шығады. Раяна, келе ғой. Ал Раяна, келе ғой. Мынау қандай жеміс? Құлпынай. Қандай пішінге ұқсайды құлпынай? Ой, жарайсың. Үшбұрышқа ұқсайды екен. Ал баса ғой. Тағы бір рет басамыз құлпынайды. Тағы. Ой, жарайсың. Құлпынай өз орнын тапты. Керемет, Раяна. Келе ғой. Әдемі, ананас қандай пішінге ұқсап тұр мына жерде? Қайсыған ұқсайды? Сопақшаға ұқсайды, е? Сопақшаға. Ал ананасты шерте ғой. Тағы бір шер. Ой, жарайсың. Әдемі, керемет. Исатай, келе ғой. Ал Исатай. Баялғы неге ұқсайды? Қандай пішінге ұқсайды? Жарайсың. Ал шертеміз. Ой, жарайсың. Мына топ өте керемет сұрақтарға жауап берді. Және де жауаптарын естеді. Дәл тапты, иә балалар? Келесі топқа көлеңкесін тап. Мына жерде неге тұр балалар? Жеміс-жидектер, көкөністер тұр. Жеміс-жидектердің бәрі неге ұқсайды екен балалар? Пішіндерге ұқсайды екен балалар. Ал келе ғой Марғұлан. Мынау қандай жеміс Марғұлан? Қандай жеміс? Құрма. Құрманың көлеңкесі қай жерде тұр? Ал кеттік мынау. Ой, жарайсың Марғұлан, керемет, отыра ғой. Ал Ұлжан келе ғой. Ал Ұлжан, құлпынайдың көлеңкесі қай жерде тұр? Сол ма? Дұрыс айтасың. Құлпынайды шерте ғой. Қаламмен шер. Ой, жарайсың. Керемет Ұлжан. Айдана келе ғой. Мынау қандай жеміс? Айдана? Мынау қандай жеміс? Апельсин. Ал көлеңкесі қай жерде тұр апельсиннің? Қарашы мен. Ой, жарайсың. Апельсинді шертеміз. Ой, жарайсың. Керемет. Мына топ сұрақтарға дұрыс жауап берді ме балалар? Жауап берді.
тапсырмамыз. Бұл өте керемет тапсырма. Енді балалар, мынау не балалар? Түтікше, иә? Біз түтікшемен түрлі пішіндерді, түрлі түсті пішіндерді өзіміздің тобымызға әкелетін боламыз, иә? Ал мен сендерге қазір уақыт беремін. Бір топқа 2 минуттан уақыт беремін. Сол 2 минутта өздеріңе сай пішіндерді тасып үлгеруіміз керек. Ал енді мен қазір мына топқа сары түсті пішіндерді тасисыңдар. Ол жерде сары түсті 5 бұрышта болуы мүмкін, 3 бұрышта болуы мүмкін. Мінекей сопақшада болуы мүмкін. Мінекей сопақшада болуы мүмкін, иә? Және де тік 4 бұрышта болуы мүмкін. Және де домалақта болуы мүмкін, иә балалар? Ал енді балалар, енді қанекей, сіздер қандай түсті тасисыздар? Сары. Ал сіздер балалар, қызыл түсті пішіндерді тасисыздар. Балалар, бүгін біз не туралы өттік балалар? Пішіндер туралы, иә? Ал балалар, неше түрлі пішіндер бар екен, иә? Енді сіздер сол пішіндер туралы қалай түсінгендеріңізді білу үшін мен сіздерге мінекей ұнтақтар беріп отырмын, иә? Осы ұнтаққа апай көрсеткен пішіндерді саусақпен саламыз. Ал кеттік. Балалар, тік 4 бұрыш жараймыз. Кеттік, ұнтағымызға қолымызбен саламыз, саусақпен саламыз. Тік 4 бұрыш саламыз, балалар, тік 4 бұрыш. Апай, соп болды. Жарайсың. Керемет. Керемет. Мен де соп болдым. Керемет. Апай, Енді, мен де. жарайсыңдар. Енді ұнтағымызды шайқап жіберейік. Асықпай, жаймен деп шайқаймыз. Ал балалар, мынау қандай пішін? 3 бұрыш. Ал кеттік, ұнтағымызға 3 бұрыш саламыз. 3 бұрыш жарайсыңдар. Апай, мен болдым. Апай, мен болдым. Керемет, Нұрсұлтан. 5 бұрыш, иә, 5 бұрыш. Ал саламыз. 5 бұрышты саламыз. Ой, жарайсың, айтамын, керемет. Бүгінгі іс-әрекетіміз сіздерге ұнаған болса, бүгінгі сабақты қорытындылай келе. Өздеріңізді, көңіл күйлеріңізді осындай таяқшалар арқылы көтеріп білдірсеңіздер. Қанекей, көңіл күйлеріңізді. Әдемі, мінекей, мына таяқшалардың біреуін алып, өздеріңнің көңіл күйлеріңді білдіресіңдер. Қанекей, сенің бүгінгі сабақта қандай көңіл күйің? Бүгінгі сабақты қалай түсіндің? Исатайкісі өте керемет деген екен, иә? Ой, жарайсың. Ой, жарайсың. Керемет. Балалар, бүгінгі сабақты сіздер керемет түсініпсіздер, иә? Керемет түсініпсіздер. Бүгінгі іс-әрекетіміз сіздерге ұнады ма, балалар?